Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен булочка сияқты жұп-жұмсақ, ортасы шикі болмай толықтай пісетін оладьи дайындайтын боламыз. Дайындалуы өте оңай. Бір жасасаңыз қайта-қайта осы рецептпен жасай беретін боласыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Алдымен ыдысқа жұмыртқаларды шағып аламыз. Үстінен шекерді қосамыз. Кішкентай шай қасықпен тұз саламыз. Ас содасын саламыз. Және олардың үстінен ванильный сахар саламыз. Егер сізде ваниль сахар болмаса, оны қосудың қажеті жоқ. Енді жақсылап араластырамыз. Үстінен жылы айранды қосамыз. Айранымыз міндетті түрде жылы болу керек. Мұздай айранды қоссаңыздар, оладьилар көтерілмей қалады. Енді ұн саламыз. Ұнның барлығын бірден салып жіберуге болмайды. Осылай екіге бөліп отырып саламыз. Енді ұндардың қомықтары қалмайтындай етіп жақсылай араластырамыз. Қамырымыз сұйықтау емес, кішкене қоюлау болу керек. Сол кезде оладьилер көтеріліп, жақсы шығатын болады. Қамыр дайын болды. Қоюлығы осындай болу керек. Енді қамырымызды бөлме температурасында 10-15 минутқа алып қоятын боламыз. Табаны орташа отқа қойып, үстінен май құямыз. Май кішкене қызған кезде үстінен оладьилерімізді осылай бір қасықпен құйып отырып пісіріп аламыз. Оладьиді табада көп ұстаудың қажеті жоқ. Шамамен 2-3 минутта асты қызарып пісе бастайды. Сол кезде келесі бетіне ауыстырып шығамыз. Егер майы тартылып азайып бара жатқан болса, келесі оладьи пісірерден алдын үстіне май құйып кішкене қыздырып жіберсеңіздер болады. Міне осылай асты қызарып, үстінен тесікшелер пайда бола бастаған кезде келесі бетіне ауыстырып пісіріп аламыз. Жасалуы өте оңай, бір жасағаннан өте сәтті шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей біздің оладьиларымыз қызарып, жұп-жұмсақ болып, дайын болып шықты. Енді оның үстіне сахарный пудрамен, сгущенный молокомен немесе вареньелармен шайға ұсынсаңыздар, бірде-біреу қалмай барлығы желініп кетеді. Егер видео рецепті ұнаған болса, каналға тіркеліп, әрі қарай не істеу керек екенін өздеріңіз білесіздер. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.